Енді қуыршақтың денесін тоқимыз. Ол үшін екі аяқты біріктіреміз қазір. 1, 2, 3 воздушный петля. Енді мына жерде екінші аяққа столбик без накидамен біріктіреміз. Әрі қарай 18 столбик без накида тоқимыз. Мына жердегі 3 петляны тоқимыз. Әрқайсына столбик без накида тоқимыз. Келесі аяқты да 18 столбик без накида тоқимыз. Мына жерде де 3 петляны тоқимыз. Мінекей бізде 42 петля болып шықты. Енді келесі қатарды тоқимыз. Енді келесі қатарды былай тоқимыз. 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Келесіне прибавка. 1 петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Тағы да 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да прибавка. Әрі қарай 12 столбик без накида. Он 11, 12, прибавка. Әрі қарай 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да прибавка. Енді әрі қарай қалған 11 столбик без накида тоқимыз.
мінекей тоқып болдық. Бізде бұл қатарда 46 петля болып шықты. Енді екі қатар 46 столбик без накида екі қатар тоқып шығыңыздар. Келесі қатарда 6 столбик без накида. Прибавка. Енді 32 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, тағы да бір прибавка. Енді қалған 6 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл қатарда 48 петля болып шықты бізде. Келесі қатарда мына петляның артқы жағынан тоқитын боламыз. Бұл жерде жіптің басқа тұсын қосамыз. Осы жерде мына жіпті қиып ішіне жасырып қоямыз. Әрі қарай петляның артқы жағынан тоқимыз. 48 столбик без накида. Осы бір қатарды тоқып шығамыз. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Келесі қатарда 48 столбик без накида тоқимыз, бірақ енді бұл жерде петляны жіптің екеуінен де аламыз қосып. Осылай бір қатар тоқып шығамыз тағы да 48 столбик без накида. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Келесі қатарды тағы да 48 столбик без накида тоқимыз. Бұл жерде тағы да петляның артқы жағынан тоқитын боламыз. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Келесі қатарды да бір қатар 48 столбик без накида тоқимыз.
бірақ мына толығымен аламыз. Енді жіптіні екі жіптің астынан аламыз петляның. Осылай тағы бір қатар 48 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Бұл не үшін десеңіздер, мына көйлектің мына жерде етегін тоқитын боламыз. Мына қалдырып жатыр қой мына петляларды. Содан мындай етегін тоқимыз қазір. Келесі қатарда 6 столбик без накида, бір убавка жасаймыз. Бізде қатарда 42 столбик, 42 петля шығу керек. 2, 3, 4, 5, 6, бір убавка. Біреуін тоқыдым. Енді сіздер 5 рет тоқып, осылай бір қатар тоқып шығыңыздар. 42 петля болып шығу керек. Енді келесі екі қатарды 42 столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай екі қатар тоқып шығыңыздар. 42 столбик без накида. Келесі қатарда 5 столбик без накида, бір убавка. Солай 6 рет қайталаймыз. Бізде 36 петля болып шығу керек. 3, 4, 5, бір убавка. Осылай тағы да 5 рет қайталаймыз. Сіздер тоқып шығыңыздар. 36 петля болып шығу керек. Сосын келесі бір қатарды 36 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Бір қатар. Осылай бір қатар тоқып шығыңыздар. Келесі қатарда 4 столбик без накида, бір убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 30 петля болып шығу керек. 1, 2, 3, 4, енді бір убавка. Осылай тағы да 5 рет қайталаймыз. Бізде қатарда 30 петля болып шығу керек. Одан кейінгі қатар, бір қатар 30 столбик без накида, бір қатар тоқып шығыңыздар. Келесі қатарда да 3 столбик без накида, бір убавка. Біреуін тоқыдық. Енді осылай 5 рет қайталаймыз. Бізде қатарда 24 петля шығу керек. Келесі қатар, бір қатар 24 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Мен жаңа 24 столбик без накидадан 3 қатар тоқып шықтым. Осылай ішіне синтефон салып қойдым. Енді келесі қатарда қуыршақтың қолын тоқитын боламыз. Мінекей осылай қосып тоқып жібереміз.
осылай мына жақтан екінші қолымды тоқып шығамыз. Келесі қатарда енді бір столбик убавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 16 петля болып шығу керек. Осылай бір қатар тоқып шығыңыздар. Келесі бір қатарды 16 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Осылай бір қатар 16 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Енді келесі қатарда мына петляның ішкі жағынан тоқитын боламыз. Бұл жерде жіптің басқа тұсын қосамыз. Қоңыр жіпті қиып алып тастаймыз. Ішіне былай жасырып қоямыз. Ішкі жағынан петляның. Осылай бір қатар тоқып шығыңыздар. Петляның ішкі жағынан 16 столбик без накида. Енді келесі 3 қатарды 16 столбик без накида тоқимыз. Бірақ бұл жерде енді петляны толығымен аламыз, екі жіпті. 1 2 Осылай 3 қатар тоқып шығыңыздар. 16 столбик без накида. Бұл қуыршақтың мойны болады. Мінекей мен қуыршағымның аяқ қолын, денесін осылай тоқып аяқтадым. Ішіне синтепонмен толтырып қойдым. Енді көйлегін тоқитын боламыз.